Армысыздар. Бүгін сіздерге жүректегі мұз телехикаясының 93 бөлімінің эпизодтарымен таныстыратын боламын. Халил Жананды таңғы асқа шақырады. Жанан қуана-қуана келісіп, Халилмен таңғы ас ішуге келеді. Халил келгеніне Жананға рахмет айтады, және де Жананға деген сезімін айтады. Бір көргеннен ұнатып қалғанын айтады. Жананды күнде ойлайтынын айтады. Сендей әйелді ешқашан өмірімде жоқтырған емеспін. Сені көріп алғаш рет ғашық болдым. Білемін, сен Боньямин Шансаланның әйелі екеніңді, бірақ мен саған ессіз ғашық болдым деп Жананға айтады. Жанан ұялғаннан төмен қарап, білмеймін бұның қалай болатынын, бірақ мен жолдасым бар адаммын, тұрмыстағы әйелімін дейді. Халил сол кезде айтады, мен осы уақытқа дейін күйеуі бар әйелдермен қарым-қатынаста болған емеспін. Күйеуі бар әйелдерді онша жақтыра бермейтінмін, бірақ сен маған ұнадың дейді. Шансаландар тамақтанып отқан кезде үйіне Сумрудың құрбысы келеді. Сөйтіп үй қызметшісі оны үйге кіргізеді. Сол кезде Мелекті сұрайды. Маған Мелек керек. Сумрудың қызы Мелек. Мен барлық шындықты айтуым керек. Балалары Сумрудың қандай жағдайда болғанын білу керек дейді. Сол кезде Жихан отыруын сұрайды. Сумрудың құрбысы келіп отырады. Сол кезде сендер Сумрудың балаларысыңдар ма деп сұрайды. Иә, біз балаларымыз дейді. Боньяминнің отқан жеріне отырғызып, Боньямин басқа стол үстіне отыратын болады. Бір кезде үй қызметшілері өздері кетіп қалады. Бір кезде Сумрудың құрбысы барлық шындықты айта бастайды. Халилдің қандай адам екенін, Сумруды қалай зорлап қашып кеткенін, қандай қиындықтан өткенін, менің үйімде тұрды, сенің аналарың менің үйімде босанды, аналарың сендердің түнімен ұйықтамай аялап жылап шығатынын айтты. Сол кезде Мелек өз құлағына өзі сенбей еріксіз жылады. Біз қалайша Халилге сеніп қалдық, Халилді қалай қолдадық деп ызаланып жылайды. Сол кезде Сумрудың құрбысы қағазын көрсетеді. Кезінде арыз жазылған, бірақ Сумру полиция қызметкерлеріне апаруға қорыққан. Менде дәлел бар дейді. Дәлелін көрсетеді. Азат, Мелек барлығы көздері сол кезде жетеді. Бірақ тым кеш еді. Сумру өткен Каппадокиядан кетіп қалған. Бірақ құрбысына барлық шындықты айтады. Сол кезде Мелек пен Жихан жүгіріп Халилді іздеуге шығады. Халилдің қайда екенін білуіміз керек. Мелек, сен білесің бе Халилдің қайда екенін? Иә, мен білем. Жүр, барайық дейді. Жихан мен Мелек кетеді. Азат та бармақшы болады, бірақ Боньямин оны тоқтатады. Сен мына түріңмен қалай бармақшысың деп. Азат пен басқалары барлығы үйде қалады. Мелек пен Жихан Халилдің отқан жеріне келеді. Халил сол уақытта Жананмен таңғы ас ішіп отырады. Өзіндегі сезімін айтады. Халилдан Жанан сұрайды, қандай қызмет жасайсың? Сол кезде Халил айтады, сауда-саттықпен айналысам, түрлі компанияларым бар, басқа да қалаларда да компанияларым бар, беделді адам екенін айтады. Жанан оны естігенде аузы ашылып сеніп қалады. Халил бұл жерде рас айтып тұр ма, өтірік айтып тұр ма, оны түсіне алмайды Жанан. Жанан ұзақ ойланады. Мен бұндай нәрсеге бара алмаймын. Мен Боньямин Шансаланның әйелімін. Сөйтіп Жанан кетпекші болады. Бірақ Халил тоқташы, әлі де біраз отыра тұр, біраз әңгімелесейік деп қолынан ұстап жібермейді. Бірақ Жанан менің кетуім керек дейді. Жихан Мелек пен Сумру әпкені қалай кінәлағанын ойына түсіреді. Мелек, мен қалайша Сумру әпкемді кінәладым? Ол менің анамның орнына ана болған адам, өз қолымен тамақтандырды мені, анамның жоқтығын білдірмеді. Мен қалайша Сумру әпкеге сенбедім? Халил деген оңбағанға мен қалай сендім? Қалайша мен бұған жол бердім деп айғайлап ұрсады. Мелек, ашуыңды бас,
айтады, жиханға ашуыңды басыл болды, қазір Халилдан сұраймыз не болғанын дейді. Екеуі Халил отырған қонақ үйге келеді. Екеуі кіріп тезден Халилді іздейді. Халил отқан жерінде жихан мен Мелекті көреді. Сол кезде Халил қызын көріп тұрып, қызына барады. Ой, менің сұлу қызым, сен қайдан келдің деп сөйтіп жақсы қарсы алады. Бірақ сол аралықта ашумен келген жихан Халилді бір ұрып жерге құлатады. Сен қандай оңбаған адамсың, сен неткен жауыз адамсың, сен қалайша Сумру әпкеге жала жаптың, оңбаған деп Мелек жихан оны қатты айғайлап ұрады. Сол аралықта Мелек әкесіне сөйлеп тастайды. Сен жазықсыз адамды қалай кінәладың, оны қалай зорладың, мен сені жеп көрем, сендей әкем жоқ деп Мелек әкесіне айғайлап тастайды. Сөйтіп екі қызметкер жиханды ұстап тұрады, араша түседі. Халилға кет құры, бұл жерден құры, қараңды батыр, Каппадокиядан кет, мен сені көргім келмейді деп жихан айғайлайды. Сол кезде жихан мен Мелек әкесіне ұзақ қарап тұрады. Әкесі үн-түнсіз кетіп қалады. Сол уақытта Тахсинге звондайды жихан. Тахсинға болған жағдайдың барлығын айтады. Қолымызда дәлел бар. Халил кезінде Сумруды зорлаған туралы дәлел бар. Біз Сумру әпкені бекер жазалаған екенбіз дейді. Нох бен Сивилайдың тірлігі шиеленісіп кетеді. Ол Орханға қайта звондап Каппадокияға келіп біздің мәселемізді шешіп беруін сұрайды. Орхан келе жатырмын, шыдай тұр досым дейді. Полиция қызметкерлері өлген бастықтың кабинетінде камера болу керек деп барлығын тінтіп аңдып қарайды. Барлық кабинеттерін қараған кезде бір полиция қызметкерлері келесі камера тауып алады. Сол камераны ашып қараған кезде Сивилай өлтірмегенін, ол басшы өзі құлап кеткенін көреді. Сол уақытта Нухтың досы келеді. Нух Сивилайға Орханды таныстырады. Армияда бірге қызмет еткен дос екенін айтады. Және де жағдайдың шиеленісіп тұрғанын айтады. Қиын жағдайда қалғанын Нух Орханға бәрін түсіндірмекші болады.